Сәлеметсіздер ме? 9-шы сабақ. Кім қайда демалады? Кто где будет отдыхать? Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын мен кейіпкерлердің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастыру және оған жауап беру. Мұқият суреттерге қараймыз және менімен бірге қайталаймыз. Повторяем вместе со мной. Шипажай, сапар, өзен, тау. Бұл сөздердің аудармасын қазір білетін боламыз. Жаңа сөздер: жоспар, план, таныс, знакомый, знакомая, знакомые, знакомая, арала, обходи, гуляй, шипажай, санаторий. Мәтінді тыңда. Әлібек жазғы демалыста ата-анасымен сапарға шығады. Алибек летом на летние каникулы выезжает вместе с родителями в путешествие. Анель әжесімен шипажайда демалады. Анель с бабушкой будет отдыхать в санатории. Саша достарымен тауда велосипед тебеді. Саша будет кататься на велосипеде в горах. Анна ауылда демалады, өзенге шомылады. Анна будет отдыхать в ауле, купаться в реке. Сурет бойынша мәтіннің мазмұнын есімізге түсіреміз. Кім сапарға шығады? Дұрыс. Әлібек ата-анасымен сапарға шығады. Шипажай. Шипажай это у нас санаторий, да? Кім шипажайда демалады? Анель шипажайда демалады. Кім ауылда демалады? Анна ауылда демалады. Ал Саша не істейді? Дұрыс. Саша тауда велосипед тебеді. Жақсы. Келесі тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастырыңдар. По содержанию текста вам нужно будет составить вопросы. Мұқият тыңдаймыз. Әлібектің достары жазғы демалысты жоспарлады. Друзья Алибека планировали летний отдых. Саша тарихи қалаларды аралайды. Саша будет ездить по историческим городам. Анель саяжайға барады. Анель поедет на дачу. Анна лагерьде демалады, өзенге шомылады. Анна будет отдыхать в лагере и купаться в реке. Әлібек ата-анасымен бірге сапарға шығады. Әлібек вместе с родителями выезжает в путешествие. Аяру Думан ойын-сауық орталығына барады. Аяру поедет в развлекательный центр Думан. Міне, мәтінді оқыдық, тыңдадық, және қай бала өзінің жазғы демалысын қалай жоспарлағаны туралы білдік. Вот мы с вами текст прочитали и узнали о том, у кого какие планы на летние каникулы, да? Что они запланировали. Енді осы мәтінге сұрақ құрастырамыз. Әлібектің достары қай демалысты жоспарлады? Ал ойланамыз, қай демалысты жоспарлады? Дұрыс. Әлібектің достары жазғы демалысты жоспарлады. Саша қандай қалаларды аралайды? Саша тарихи қалаларды аралайды. Анель қайда барады? Анель шипажайға барады. Жақсы. Сұрақтарды құрастырдық, есімізге сақтадық. Енді келесі тапсырмамызға көшеміз. Досыңмен жазғы демалысты қайда баратындарың туралы сөйлес. Поговори с другом о том, куда вы поедете на летние каникулы. Жоспар, план, жоспарла, планируй, жоспарлады, запланировал. Енді балалар, өздеріңнің әрқайсыларың өздеріңнің достарыңмен сөйлесіп, оның жоспары туралы біліңдер. Өзіңнің қандай жоспарың бар, не жоспарладың, досың нені жоспарлайды.